Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2-ші сыныптың 53-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы лепті сөйлем. 10-шы жаттығу. Оқы. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай шабақ. Дүние дегеніміз телегей теңіз су, деді үлкен балық. Дүние деген не? Деді ағаюдың қонжығы. Оның енесі. Дүние деп біраз ойланды да, ол мұзды таулар, мұз алаңы, оның астындағы су, деді. Дүние деген не? Деп сұрады кішкентай бота. Дүние деген көп құм, аздаған саз және аздаған шөп. Тәтті тікен деп жауап берді түйе. Алақай, дүние деген не екен енді білдім. Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Мәтін Бал бұлақ журналынан алынған. Ал енді балалар, төмендегі тапсырманы орындайық. Мәтін не туралы? Мәтін дүние не екені туралы. Мәтінге ат қой. Дүние немесе табиғат деп. Балалар, мәтінге біз дүние деп ат қойсақ болады. Әрі қарай балалар, бізде төменде тағы да тапсырмалар берілген, соларды орындаймыз. Мәтін кейіпкерлерінің тіршілік ететін ортасын анықта. Содан соң өзің қорытынды жасап көр. Мәтіннен сұраулы және лепті сөйлемдерді теріп жаз дейді. Мәтінде үлкен балық теңізде, ақ аю мұзды таулар мен оның астындағы суларда, түйе құмды өлкеде мекен ететіні жайлы жазылған. Әркімнің өз мекен ететін ортасы бар екені туралы айтылған. Мәтіндегі сұраулы сөйлемдер. Дүние деген не? Ал балалар, бұл туралы сендер не білесіңдер? Алақай, дүние деген не екен енді білдім. Балалар, бұл мәтіндегі лепті сөйлем. Келесі 11-ші жаттығу. Мақалдарды қатесіз көшіріп жаз. Мәнін түсіндір. Бірінші, таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас. Екінші мақал. Су ырыстың көзі, еңбек кірістің көзі. Балалар, дәптерлеріңе әдемілеп қатесіз мақалдарды көшіріп жазып алыңдар. Ал енді балалар, мақалдардың мәнін түсіндірейік. Мақалдарда табиғатта әр заттың өз орны және мәні бар екені жайлы айтылған. Судың тіршілік көзі екені жазылған. Ал енді балалар, төмендегі тапсырманы орындайық. Судың пайдасы туралы әңгімелеп көр. Ал балалар, судың пайдасы туралы әңгімелеп көрейік. Су өмірдің негізі. Адам су ішпесе, бірнеше күн ғана өмір сүре алады. Су бізге тамақ пісіруге, жуынуға, егін суаруға, жануарларға су беруге көмектеседі. Өсімдіктер су арқылы өсіп, бізге азық пен таза ауа береді. Су болмаса, жер бетінде тіршілік те болмайды. Сондықтан суды таза ұстап, үнемдеп пайдалану әр адамның міндеті. Су туралы төмендегі сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: судың тіршілік үшін қандай маңызы бар? Екінші сұрақ: адамдар суды ластамау үшін не істеуі керек? Ал балалар, енді бірінші сұрақ: судың тіршілік үшін қандай маңызы бар екеніне жауап берейік. Су тіршілік көзі. Онсыз адам, жануар, өсімдік өмір сүре алмайды. Су ішеміз, жуынамыз, тамақ пісіреміз, өсімдіктер су арқылы өседі. Мінекей балалар, судың осындай тіршілік үшін маңызы бар екен. Ал енді екінші сұраққа жауап берейік. Адамдар суды ластамау үшін не істеу керек екенін? Адамдар суды ластамау үшін қоқысты суға тастамау керек. Өзен көлдерді таза ұстау керек. Сабынды, химикатты суға ағызбау керек. Келесі 12-ші жаттығу. Суреттерге қарап, әр сурет жылдың қай мезгілі екенін айт. Өз ойыңды дәлелде. Балалар, төменде бізде суреттер берілген екен, сол суреттерге мұқият назар салып қараңдар. Бірінші суретте бізде балалар көктем мезгілі бейнеленген. Өйткені ағаштар бүршік жарып жатыр, айнала жап-жасыл. Екінші суретте бізде балалар жаз мезгілі бейнеленген. Өйткені айнала жап-жасыл, жеміс ағашы жеміс беріп тұр, гүлдер өсіп тұр екен. Келесі үшінші суретте бізде күз мезгілі бейнеленген. Өйткені ағаштағы жапырақтар жерге сарғайып түсіп жатыр екен. Ал соңғы төртінші суретте бізде қыс мезгілі бейнеленген. Өйткені айнала әппақ қар. Ал енді балалар, төменде бізге тапсырма берілген екен, соны бірге орындайық. Қалаған жыл мезгілінің суреті бойынша әңгіме құрастырып жаз. Балалар, мен күз мезгілі жайлы әңгіме құрастырып жаздым. Күз мезгілі келді. Ауа райы салқындап, күн қысқара бастады.
Ағаштардың жапырақтары сары, қызыл түске боялып жерге түсіп жатыр. Дала әдемі түрлі түске оранған. Ауылда адамдар егінін жинап, қыстық азығын дайындайды. Бау-бақтағы алма, алмұрт, жүзім пісіп, балалар оларды теріп қуанып жүр. Құстар жылы жаққа ұшып барады. Күз береке мен молшылық мезгілі. Осы кезде табиғат тынығып, қысқа дайындалады. Мінекей балалар, сендер де осылайша өздерің ұнатқан кез келген жыл мезгіліне әңгіме құрастырып жазсаңдар болады. Шығармашылық үзіліс. Келесі 13-ші жаттығу. Суреттерге қарап әңгімеле. Балалар, біз бірінші суретте жарқыраған жұлдыздар көріп тұрмыз. Екінші суретте ғарыш әлемі бейнеленген. Үшінші суретте ағып жатқан суды көріп тұрмыз. Төртінші суретте орманның суреті бейнеленген. Балалар, келесі 5-ші суретте біз жарқырап тұрған күнді көріп тұрмыз. Соңғы 6-шы суретте соғып тұрған желді суреті бейнеленген. Ал енді балалар, төмендегі тапсырмаларды орындайық. Суреттердің астындағы сөйлемдерді оқы. Сонан соң суреттерге қарап, лепті сөйлемдер құрап көр дейді. Ал енді балалар, суреттердің астындағы берілген сөйлемдерді оқып шығайық. Аспан көкте жұлдыздар, жерде біздің ұл қыздар. Ғарыш деген алыс бекен, ол да бізге таныс мекен. Су тірліктің өзегі, ақса болар өзені. Орман табиғат дәулеті, аң мен құс әулеті. Ауа өмір нәріміз, тыныстайтын бәріміз. Жел соқса гуілдеп, кетер маңай дүрілдеп. Авторы Жақау Дәуренбеков. Енді балалар, осы суреттерге қарап, лепті сөйлемдер құрастырып көрейік. Жарқыраған жұлдыздар қандай әдемі. Ғарыш әлемі қандай ғажап, әрі шексіз. Су өмірдің негізі. Жасыл орман иісі қандай керемет. Таза ауаны терең жұтқан қандай тамаша. Жел қандай қатты ұйтқып соғып тұр. Балалар, сендер де осылай лепті сөйлем құрастырсаңдар болады. Балалар, бүгінгі тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.